ерекше білім беруді қажет ететін балалар бұл физикалық, психологиялық немесе танымдық дамуына байланысты ерекше әдіс-тәсілдер мен жағдайларды қажет ететін балалар тобы. Мұндай балаларға дұрыс бағыт пен жүйелі қолдау көрсетілген жағдайда олар әлеуметін дамытып, қоғамға белсене түрде араласуға қабілетті тұлға болып қалыптасады. Бұл балалардың мінез-құлқында белгілі бір ерекшеліктер байқалуы мүмкін. Мысалы, біреуге тәуелділік, тұйықтық, өзіне назар аударту қажеттілігі, әлеуметтік ортаға бейімделуде қиындықтар, тез ренжу немесе эмоцияны бақылай алмау. Мұндай мінез-құлықты түсіністікпен қабылдап, әр балаға жеке тәсіл қолдану педагогтың кәсіби шеберлігінің көрінісі. Бүгінгі таңда біздің бөбекжайымызда ерекше білім беруге қажетті 12 бала бар. Олардың жоғарыда аталған ерекшеліктерін ескере отырып, агрессиялық мінез-құлқын түсіну әрі зейінін тұрақтандыруға қолданатын 2 әдісті сіздерге көрсеткіміз келеді. Оның бірі саз балшықтан құмыра жасау болса, екіншісі тоқыма әдісі.